Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге осындай помидор салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына шейін қараңыздар. Алдымен осындай помидорымыз қатты болу қажет. 3 килограмм помидорды керек емес жерін алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліктеп аламыз. Ерінбей жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Менің каналымда тағы да помидорды қалай жабу керек рецебі бар. Соңында қарап жатсаңыздар болады. Бұл салатта уақыт алатын осы жуа турау сәті. 1 килограмм жуаны осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап турап аламыз. Сондай-ақ менің YouTube каналымда көптеген салаттың түрлері бар. Қысқа арналған, барлығын жауып көріңіздер. Өте сәтті рецептер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп мені қолдап кетіңіздер. Мінекей помидормен жуамызды осылай турап алдық. Үстіне 4 қасық тұз, 4 қасық қант саламыз. 50 грамм 9% уксуспен 50 грамм сұйық май құйып, жуалардың арасы ашылғанша жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң 2 сағат қойып, арасында тағы да жақсылап араластырып тұру қажет. Өте қатты күш салмай, помидорымызды езбей, астан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. 2 сағат қойғанда біздің қантымыз және тұзымыз жақсы еруі қажет болады. Салар кезде банкымызды стерилизовать етудің қажет етпейді бұл салат. Тек жақсылап жуып, мінекей осылай суын салатты жақсылап бөліп саламыз. Бұл салатты сіздерге жабуға өте кеңес етемін. Өйткені қыста ашқан уақытта помидорыңызбен жуаңыз қазіргідей свежий болып тұрады. Және де ешқандай да аспирин салудың қажеті жоқ, өйткені ешқандай да атылмайды. Барынша нығыздап салып, суын бәрін жақсылап құйыңыздар. Осылай салатымызды банкімізге орналастырып алғаннан соң, кастрюльдің астына сүлгі немесе орамал салып, су құйып, 1 литрлік банкі болса 20 минут қайнатамыз, 0,5 жартылық банкілер болса 10 минут қайнатып, крышкасын жаппай, қайнатып болғаннан соң крышкасын жабамыз. Мінекей салаттарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де ұнаса, рецебін басқа достарыңызбен бөлісіп, мені қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.